Қайырлы күн, қадірменді әлеуметтік желі қолданушылары, қадірменді оқырмандар. Қазақстан Республикасы валютасына 30 жыл толуына орай теңге тәуелсіздік нышаны атты кітап көрмесі жасалып, теңге ұлттық табыстың кепілі тақырыбында ақпаратты сағатты ұйымдастырып отырмыз. Қазақстан Республикасы егеменді, тәуелсіз, демократиялық мемлекет. Оның өз ата заңы, мемлекеттік рәміздері, ұлттық валютасы бар. Тәуелсіздік алған елдің ең бірінші айрықша белгісі ұлттық валюта. Ол Қазақстан Республикасы көлемінде пайдаланатын заңды төлем құралы. Ақша, асыл қазына, халық байлығы. 1993 жылы 15 қарашада Қазақстанның ұлттық валютасы теңге айналысқа енгізілді. Ескі ақшаны қазақстандық теңгеге айырбастау 1993 жылы 15 қарашада сағат 8:00-ден бастап 20 қарашада сағат 20:00-де аяқталды. Ұлттық банк бастапқыда 1 теңгені сол кездегі 1000 рубльге бағалаған болатын. Дегенмен еліміздің саяси әлеуметтік мәселелері және мемлекет аралық қатынастар ескеріліп, 1 теңге 500 сомға бекітілді. Теңге бірінші айналымға кірген күні $1 4.75 теңге болып бекітілді.